Урматтуу туугандар, азыр биз Астанадабыз. Бүгүн 8-сентябрь, көчмөндөр оюнунун ачылышы аз эмне аз гана убакыттар калды. Бул болсо биздин Кыргызстандан келген фан-клуб топот, ошо күйөрмандар, колдоочулар. Манас айтылып атат. Қазақстанмен Қырғыз бір тұтас дейді ғой. Бірге болады, бірін-біріне туыс болып келеді. Біреуі ағайынды болса, біреуі іні болып келеді. Мінеки сондықтан бүгін мінеки осындай көшпенділер ойында мінеки осында кездесіп, осында жиналып, өз ықыластарын, өзінің мәдениетін, өзінің спортын бәрін мінеки Қырғыз халқы көрсетіп жатыр. Біз мына жерде енді жергілікті астаналық қазақтар болғасын мінеки әдей келдік, көріп жатырмыз. Сондықтан сіздерге тілейтін амандықта, жақсылықта кездесек, тек қана осындай туысқандықты білдіріп, бірін-бірімізге деген сияқты ілтипатымыз, көңіліміз, досымыз ешқашанда ажырамасын. Рахмат Ақсақал. Этно айыл экен, соода саттык кылып, караңыздарчы. Жакшы уюштуруптур. Бардыгы таза, мына астын газон кылып, таза, тыкан. Жакшы уюштурган экен казак туугандар. Кут болсун дейли. О, Боке!